Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айғаным. Мен осындай творожный пирогтың тегін мастер-классымен бөліскім келіп отыр. Бөлме температурасындағы сары майға қантты қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша екеуі біріккенше жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа саламыз. Жұмыртқамен жақсылап араластырып, шым-шым тұз және ұнға разрыхлитель салып аламыз да, илекке салып өткіземіз. Илектен өткізіп алу керек. Немесе бірден өткізсеңіздер болады осылай. Венчикті алып тастап, қасықтың көмегімен қамыр илейміз. Немесе қолмен илесеңіздер де болады, ыңғайлы болса. Мен кішкене қоюланғанша қасықпен илеп, кейін қолмен илеймін. Міне осындай қолға жабысатын кішкене масса болады. Бұны тоңазытқышқа саламыз, пакетке орап, сүзбемізді дайындағанша бұл тоңазытқышта тұрып өз бабына келеді. Сүзбеге қаймақ салып, қант салып, жақсылап араластырамыз. Ұн саламыз. Бәрін бірден салып алсаңыздар болады. Ең соңынан блендермен немесе осындай қасықтың көмегімен араластырсаңыздар болады. Жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Егер біркелкі масса болғанын қаласаңыздар, блендерден немесе ситадан өткізіп алыңыздар. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, кішкене ұн сеуіп жаямыз. Формаға салғаннан кейін міне қолымыздың көмегімен шет-шетін көтереміз жоғары қарай. Жақсылап басып міне енді сүзбелі массамызды ішіне құямыз. Пеште 180 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз. Бұл өте дәмді, сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.